Атом әдеттер 20 бөлім. Жақсы әдеттердің теріс жағы. Әдеттер шеберліктің негізін қалайды. Шахмат ойыншысы алдымен фигуралардың жүрісін үйреніп, одан соң ойынның келесі кезеңіне зейін қою үшін жүрістерді автоматты түрде жасауды үйренеді. Біздің есімізде сақталатын әрбір ақпарат мидағы басқа нәрселер туралы ойлануға арналған кеңістікті босатады. Кез келген істі орындаған кезде осылай болуы заңдылық. Іс-әрекеттер бойымызда әбден жатталып, ойланбай істейтін жағдайға жеткенде, зейін қоятын дүниелердің аясы кеніп, әдетте мән бермейтін дүниелерді аңғара бастаймыз. Бұдан шығатын қорытынды, әрбір әдет бізді мінсіздікке жетелейді. Алайда әдеттермен бірге қалыптасатын артықшылықтардың да өз құны бар. Мәселен, алғашында көп қайталаудың арқасында кез келген істі ширақ қимылдап, жылдам істеп тастайтын дәрежеге жетеміз. Бірақ әдеттер автоматты орындалатын іс-әрекетке айналғаннан бастап, оған көңіл аударуды доғарамыз. Қателікке мән бермейміз. Бір істі автопилотпен шапшаң әрі мінсіз орындасақ, одан әрі жетілуді, жақсара түсуді ұмытамыз. Әдеттердің пайдасы, біз уақыт өте келе ойланбай әрекет ететін деңгейге жетеміз. Ал кемшін тұсы, бір істі өзіміз білетін әдіспен орындауға үйреніп кеткеніміз сонша, болмашы қателіктерге мән беруді доғардық. Тәжірибеде артқан сайын іштей өзімізді жетілдіріп жатырмын деп ойлайсыз. Ал шын мәнінде әбден қалыптасқан әдетті ұстанғаныңызбен жетілдіріп жатқан жоқсыз. Тіпті кейбір зерттеулерде қалыптасқан дағды уақыт өте келе нашарлайтыны дәлелденген. Жалпы азғантай шегіністе тұрған ештеңе жоқ. Күн сайын тісіңізді кешегіден де таза жуғаныңызды, немесе бауыңызды жақсырақ байлағаныңызды, шайды қоюлай демдегеніңізді бақылай отырмаса да болады. Мұндай әдеттер жай ғана жақсы әдет болып қалса да жеткілікті. Түкке тұрмайтын мағынасыз әрекеттерге мейлінше аз күш-қуат жұмсасаңыз, оның көп бөлігін маңызды жұмыстарға арнайсыз. Әйткенмен, қандай да бір саладағы қарым-қабілетіңізді шыңдап, көптің бірі емес, біреге шебері атанып, ең жоғары деңгейге жеткізгіңіз келсе, мейлінше сезімтал болғаныңыз дұрыс. Бір істі қайта-қайта, көзсіз қайталай бергеннен дами түсемін деп үміттенбеңіз. Автоматты әдеттер мен мақсаты бар тәжірибені ұштастырып, амал жасауыңыз керек. Әдеттер мен мақсаты бар тәжірибені қосып, шеберлікті шыңдау қажет. Кейбір дағдыларды автоматтандырмасаңыз, шеберлік шыңына жете алмайсыз. Баскетболшылар жетекші қолымен шеңберге дөп түсуді үйренбес бұрын, допты алаңның бір шетінен екінші шетіне дейін ойланбай алып баруды үйренеді. Хирургтер операцияны көзін жұмып жасайтын дәрежеге жеткенге дейін алғашқы тілікті қайталап жасай береді. Олар сонда ғана операция барысында күтпеген жерден туындайтын жүздеген жайтқа бой үйретеді. Бірақ алғашқы дағды қалыптасқан соң, шынымен күшті қажет ететін жұмысқа қайта көңіл бөліп, келесі әдетті қалыптастыруды бастау керек. Шеберлік дегеніміз, назарды табыстың болмашы ғана элементіне шоғырландыра білу. Оны әбден дағдыға айналдырғанға дейін қайталау және жаңа әдетті дамытудың келесі сатысына көтерілудің негізі ретінде пайдалану процесі. Шеберлікті шыңдаған кезде бұрынғы міндеттерді орындау оңай болады, бірақ сіз жеңілдемейсіз, өйткені күш-қуатыңыз келесі бір проблеманы шешуге бағытталады. Кез келген әдет дамудың келесі кезеңінің есігін ашады. Бұлардың бәрі мәңгілік цикл. Әдеттер өте құдіретті, бірақ шеберлікті шыңдай түсу үшін табысыңыз жайында саналы түрде ойлау керек. Жеткілікті дәрежеде машықтандым деп есептеген сәтте, іс-әрекетті автоматты түрде орындай бастайсыз. Сол кезде оны орындау қиындық тудырмайды деп тоқтап қалуға болмайды. Бұның шешімі бар ма? Рефлексия және талдауға арналған жүйе құру. Әдеттерді қалай талдап, қалай өзгереміз? 1986 жылы Лос-Анджелес Лейкерсте тарихта болмаған мықты баскетболшылар құрамы жиналады. Дегенмен жанкүйерлер бұнымен келісе қоймас. 1985-1986 жылдардағы ойын маусымын команда рекордтық жеңістермен бастады. 29 ойында жеңіске жетіп, 5 рет ұтылды.
Сарапшылар бізді баскетбол тарихындағы ең үздік команда деп атады, дейді бапкер Пэт Райли маусым аяқталған тұста. Бірақ олар плей-оффта конференция финалына дейін жетіп, Рокетстен жеңіліп қалғанына шағымданды. Баскетбол тарихындағы ең үздік команда тіпті НБА финалына да шыға алмады. Мұндай соққыдан кейінде Райли ойыншыларының қандай талантты екені, команда болашағынан көп үміт күттіргені жайында көп әңгіме естиді. Бірақ ол ақырғы нәтиже нашар болғандықтан, ойын барысында ара-тұра тұтанған әдемі ойын өрнегі туралы естігісі келмеді. Оның арманы Лейкерсті күн сайын үздік нәтижеге жетелеп, жеңіс тұғырына көтеру еді. 1986 жылдың жазында бапкер спорттағы мансапта ең үздік көрсеткіш деп аталатын жоспар, дәлірек айтқанда, жиі ойлап табады. Ойыншылар Лейкерс командасына келгенде, біз олардың мектептегі баскетбол көрсеткішіне дейін тексереміз, дейді Райли. Мен оны егжей-тегжейлі талдау деп атадым. Ойыншының қолынан не келетіні туралы нақты критерийлерді анықтап, ойын барысындағы көрсеткіші өзінің о бастағы орташа көрсеткішінен төмен болмауы тиіс, және оны біртіндеп жетілдіріп отыру керек деген қағидамен баскетболшының командадағы ойын жоспарын құрамыз. Баскетболшының қаншалықты жоғары нәтиже бере алатынын анықтаған соң, Райли шешуші кезеңді іске қосады. Ол әрбір ойыншыға маусым сайын нәтижені 1%-ға жетілдір деп тапсырма береді. Бапкер тапсырмасы орындалса, жаңа көрсеткіш оның бүкіл мансабындағы ең үздік нәтиже болып тіркеледі. Кітаптың алғашқы тарауында сөз еткен Британия велосипедшілер командасы сияқты Лейкерсте күн сайын жетілу арқылы үздік нәтижеге ұмтылған. Райли спорттағы ең үздік көрсеткіш ұпаймен немесе статистикамен өлшенбейді. Дегенмен ол рухани, ақыл-ой және физикалық күштердің толыққанды сыртқа шыққанын бейнелейді деп ескертті. Сонымен бірге, ойыншылар ескерту алаңына қарамастан, қарсыласымен соқтығып қалса да, бос жатқан допқа қарай жүгірсе де, допты тартып алуға тырысса да, қолынан келмейтініне қарамастан, басқа ойыншыдан пас күтіп тұрған командасына көмектессе де, сол секілді басқа да қаһармандығы үшін де ұпайға ие болып отырған. Сол уақытта команда жұлдызы болған Мэджик Джонсонды мысал ретінде алайық. Ол бір ойында 11 ұпай жинаған, 8 рет допты қағып алған, 12 рет нәтижелі доп берген, 2 рет тартып алған, 5 рет доп жоғалтқан. Сонымен бірге Мэджик қаһармандығы үшін, яғни бос допқа секірген үшін ұпай алған, плюс 1 ұпай. Ол 33 минут бойы алаңда ойнады. Енді нәтижелерді қосып, 11 қосу 8, қосу 12, қосу 2, қосу 1, яғни 34 ұпайды шығарамыз. Одан 5 рет доп жоғалтқанын алып тастасақ, 29 ұпай қалады. Енді осы 29 санын ойынға қатысқан 33 минутқа бөліп тастасақ, 0,879 шығады. Мэджиктің спорттағы мансабының үздік көрсеткіші 879 ұпай. Бұл сан баскетболшының барлық ойынының қосындысы. Енді спортшы дәл осы көрсеткішті маусым сайын 1%-ға арттырып отыру керек. Райли ойыншының қазіргі бұрынғы нәтижесімен салыстырғандағы емес, лигадағы басқа ойыншылардың көрсеткіштерімен де салыстырып отырған. Бапкердің өзі түсіндіргендей, олар ойыншыны өзімен деңгейлес, міндеттер ұқсайтын басқа командадағы қарсыласымен де салыстырады. Спорт сарапшысы Джеки Макмален Райли апта сайын тақтаға лигадағы үздік ойыншылардың есімімен маркермен жазып, өз командасындағы ойыншылар нәтижесімен салыстырып отырған. Сенімді спортшылар 600 ұпай жинаса, үздік ойыншылар 800-ден кем ұпай алмайтын. Спортта 138 трип-дабл жасаған Мэджик Джонсон көбінесе 1000-нан аса ұпай жинайтын деп жазады. Лейкерс сонымен бірге мансаптың үздік көрсеткішін салыстыру арқылы жыл сайынғы жетістікті анықтап отырған. 1986 жылғы қараша мен 1985 жылғы қарашадағы көрсеткіштерді салыстырып, алдыңғы маусымға қарағанда жақсарды ма жоқ па дегенді ойыншыларға көрсеттік. Одан соң 1986 жылғы қараша мен желтоқсандағы нәтижені көрсеттік, дейді Райли. Лейкерс
мансаптың үздік көрсеткіші бағдарламасын 1986 жылғы қазанда бастады. 8 ай өткен соң НБА чемпионы атанды. Келесі жылы Пэт Райли команданы тағы да жеңіс тұғырына шығарды. Сөйтіп Лейкерс 20 жылдың ішінде конференция кубогын 2 жыл қатарынан ұтып алған алғашқы команда атанды. Осыдан кейін ол кез келген істе үнемі күш салып отыру аса маңызды. Табысты болу үшін бәрін дұрыс істеуді үйреніп, одан соң дәл соны қайталай беру керек, деді. Мансаптың үздік көрсеткіші бағдарламасы рефлексия мен талдаудың тиімділігін көрсетуге арналған мысалы болатын. Лейкерс қай уақытта да үздік команда болды. Ал мансаптың үздік көрсеткіші бағдарламасының арқасында бар әлеуетін салып, машығын жетілдіре түсті. Рефлексия мен талдау әдеттерді ұзақ әрі тұрақты түрде жетілдіріп отыруға көмектеседі. Өйткені сіз қай жерде қателік жібергеніңізді көріп, оны жоюдың ықтимал жолдарын іздестіре бастайсыз. Рефлексия болмаса, өзіңізді ақтап, түрлі сылтау айтып, соңында тіпті алдауға көшесіз. Біз де кешегі күнмен салыстырғанда нәтижеміздің жақсарғанын немесе нашарлағанын анықтайтын тірек жоқ. Өмірінде үздік нәтижеге жеткен адамдар рефлексия мен талдаудың түрлі әдістерін пайдаланады. Және бұл процестің күрделі болуы міндетті емес. Кениялық желаяқ Элиуд Кипчоге, заманымыздың ең әйгілі марафоншысы және Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері. Соған қарамастан, ол әлі күнге әрбір жаттығуының қалай өткенін қағазға түсіріп отырады және жетістіктерін жақсартудың жолын іздеуден талмайды. Сол сияқты, Олимпиада ойындарының 5 дүркін жеңімпазы Кэти Ледеки денсаулығына 1 мен 10 межесінің аралығы бойынша баға беріп, қалай тамақтанғаны, неше сағат ұйықтағанын белгілеп отырады. Сонымен бірге басқа спортшылардың нәтижелерін жазып қояды. Апта соңында бапкері оның жазбаларына қарап шешім шығарады. Спортшылар ғана осылай жасайды екен деп ойламаңыз. Белгілі комик Крис Рок жаңа материал әзірлеген уақытта 10 мәрте шағын клубтардың сахнасында өнер көрсетіп, 100 әзілді сынап көреді. Сахнаға қойын дәптерін алып шығып, қай әзілін көрермен қалай қабылдағанын, әзілдердің немесе сөйлемдердің қай жеріне өзгеріс енгізу керектігін түртіп алады. Бірнеше рет қайта өңделіп, халыққа мойындалған әзілдерін жаңа шоуының негізгі тақырыбына айналдырады. Мен шешімдер журналын жүргізетін бірнеше басшы мен инвесторды білемін. Олар журналдарына апта сайын қабылдаған басты шешімдерін, олардың себептері мен қандай нәтиже күтетінін тізіп жазады. Сосын ай немесе жыл соңында оған талдау жасап, қателіктерін түзетіп, өзгерістер енгізеді. Жетілдіру жаңа әдет қалыптастыру ғана емес, сонымен бірге ескі әдеттерді түзету дегенді де білдіреді. Рефлексия мен талдаудың арқасында маңызды істерге көп уақыт қалады және әрбір ойыннан кейін спортшылар нәтижесіне баға беретін Райли сияқты қажетті өзгерістерді енгізіп отырсаңыз болады. Қандай да бір әдет ешқандай нәтиже бермесе, сіз оны ұстанбайсыз. Өз басым рефлексия мен талдаудың 2 түрін қолданамын. Жыл сайын, желтоқсан айында, жыл нәтижесіне талдау жасап, есеп жүргіземін. Әдеттерімнен қорытынды шығарып, қанша мақала жариялағанымды, қанша жаттығу жасағанымды, қанша жерге барғанымды және басқа да көрсеткіштерді сараптаймын. Одан соң табысыма, нәтижесіз істеріме талдау жасаймын. Сол кезде төмендегі 3 сұраққа жауап беремін. Биыл қайсым нәтижелі болды? Биыл қайсым нәтижесіз болды? Мен не үйрендім? Жарты жылдан соң, жаз ортасында адалдық есебін жүргіземін. Мен де пендемін, қателік жіберетін кездерім көп. Адалдық есебі маған қай жерде қателескенімді түсініп, тура жолға түсуіме көмектеседі. Жаз маусымы мен үшін басты құндылықтарды қайта саралап, оларға сәйкес өмір сүріп жүргенімді анықтайтын кезең. Мен кіммін және өзім армандағандай адам болу үшін не істеуім керек деген сауалдарға жауап іздеймін. Менің жыл сайынғы адалдық есебім мынадай 3 сұраққа жауап беруден тұрады. Өмірде, жұмыста қандай басты құндылықтарға арқа сүйеймін? Дәл қазір адал өмір сүріп, жұмыс істеп жүрмін бе? Болашақта жоғары деңгейге қалай көтерілсем болады?
Бұл екесе көп уақыт алмайды. Жылына бірнеше сағат қана арнаймын. Есесіне, осы бірнеше сағат менің өміріме өзгеріс енгізуде үлкен рөл атқарады. Назарым басқаға ауып, андамай кері кетіп бара жатсам, тура жолға салады. Жыл сайын қандай адам болу керектігін, оған қандай әрекет, әдет көмектесетін есіме салып отырады. Өзіме есеп берудің арқасында қай қырын жетілдіру, қандай кедергілерді жеңу керектігін, кері қадам жасап, басты әдеттерге назар аудару керек пе, жоқ па деген сияқты сұрақтарға жауап аламын. Рефлексияның көмегімен дамып жатқаныңызды сезесіз. Күнделікті әдеттерді дұрыс құрай білсеңіз, тиімді нәтиже береді. Алайда, күнделікті ұсақ әрекеттерге көп уақыт арнау айнаға жақыннан қарағанмен бірдей. Кемшіліктерді анық көре алғанмен, жалпы көріністі байқамауыңыз мүмкін. Өйткені кері байланыс көп. Әдеттерде ешқашан талдау жасамау да айнаға ешқашан қарамаумен бірдей. Жейдедегі дақ, тісіңіздегі тамақтың қалдығы сияқты түзетіп жіберуге болатын аздаған кемшіліктеріңізді байқамайсыз. Кері байланыс мүлде жоқтың қасы. Әлсін-әлсін рефлексия мен талдау жасау, айнаға дұрыс қарай білу. Қандай маңызды өзгеріс жасау керектігін білесіз. Жалпы көріністі көзден таса қылмайсыз. Әр нәрсені бір түрткілемей, нағыз қажетті жерін белгілейсіз. Сөз соңында айтарым, рефлексия және талдау уақыты мінез құлықты өзгертудегі ең маңызды аспект. Адамның жеке басын қайта бағалауға көмектесетін таптырмас кезең. Кертартпа көзқарастардан бас тарту. Әдеттерді қайталау бастапқыда өзіңіз қалаған болмысты қалыптастыру үшін маңызды болады. Бірақ оған бойыңыз үйреніп кеткен соң, сол қалыптасқан көзқарас дамудың жаңа кезеңіне көтерілуге мүмкіндік бермеуі ықтимал. Кертартпа көзқарастар сізге қарсы жұмыс істесе, бойда тәкаппарлық пайда болып, осал тұсыңызды жоққа шығарып, одан әрі жетілуге жол бермейді. Әдет қалыптастырудың ең жаман жері осы. Жаныңызға жақын идеяны өбектеп бауыр басып қаласыз. Болмыспен біте қайнасып кеткен соң, басқалардың сынын көтере алмайтын жағдайға жетесіз. Біз мұны кез келген саладан байқаймыз. Мектептегі мұғалім оқудың жаңа әдісін мойындағысы келмей, тексеруден өткен ескі сабақ жоспарын ұстанады. Тәжірибелі менеджер дәл осылай істеу керек деп есептейді. Хирург жас әріптестерінің идеясын қабылдамайды. Бірінші альбоммен топ жарған әншілер ұжымы ескі соқпақпен жүруден бас тартады. Болмысымызға қаншалықты күшті жармассақ, одан ажырау соншалықты қиын болады. Бұдан шығар бір ғана жол, сіздің кім екеніңізді, болмысыңыздың бір ғана қырымен өлшеуге жол бермеңіз. Белгілі инвестор Пол Грэм айтқандай, болмыстың шағын болғаны жақсы. Бір ғана түсінік, бүкіл ой санаңызды жаулап алса, өмірде болатын өзгерістерге бейімделу қиындайды. Егер сіз бүкіл өміріңізді бір ғана мамандықпен байланыстырып, өзіңізді, мәселен, шабуылшы немесе фирманың серіктесімін деп елестетсеңіз, одан қол үзген уақытта қатты қайғырасыз. Ет жемейтін адам ауырып, рационын өзгертуге мәжбүр болса, оның болмысындағы өзгерістер бүкіл өміріне әсер етеді. Бүкіл болмысын бір ғана әрекетпен өлшеген адам осал. Оны жоғалтқан уақытта өзін де жоғалтып алады. Жас күнімде мен өмірімді спортпен ғана байланыстырдым. Бейсболдан қол үзіп қалғанда қай саланың жаныма жақын екенін біле алмай қатты қиналдым. Өмір бойы спортшы боламын деп армандап едім. Арманым орындалмады. Мен енді кіммін? Соғыс ардагерлері мен бұрынғы кәсіпкерлер де осындай күйді бастан кешіреді. Адам мен қайталанбас батырмын деген сеніммен болмысын қалыптастырса, әскердегі қызмет аяқталған соң не істейді? Көптеген бизнес иелерінің болмысы мен директормын немесе компанияның негізін қалаушымын деген ойға негізделеді. Өмірінің әрбір секундын бизнесіне арнаған адам компанияны сатқан уақытта қандай күй кешеді? Өмірдегі маңызды рөліңіз ауысқан уақытта болмысыңыздың ең басты қырын сақтап қалатындай адам болу арқылы жоғарыда аталған қиындықтарды жеңіп шыға аласыз. Ол үшін наным сеніміңіздегі мен спортшымын деген сөзді мен дене жаттығуларын жақсы көретін рухы мықты адамын деп ауыстырыңыз.
Мен қайталанбас сарбазбын деген сөзді мен тәртіпті жақсы көретін, сенімді, топта жұмыс істей алатын адаммын деген сөзбен ауыстырыңыз. Мен директормын деген сөзді мен инновациялар жасайтын және дамытатын адаммын дегенмен алмастырыңыз. Болмысыңыздың қандай да бір қырын дұрыс қабылдау арқылы осалдықты жеңіп, өмірге икемді адамға айналасыз. Жағдай өзгерген кезде бұл түсінік тасты айналып өтетін судай сіздің құтқарушыңызға айналады. Қытайдың әйгілі философы Лао Цзиннің Дао Дэ Цзин туындысында осы идея шебер суреттелген. Адам тумасынан нәзік әрі осал, ал өлер шағында мықты әрі қатты тіршілік иесіне айналады. Кез келген жаратылыс, өсімдік, нәзік, әлсіз болып туылады. Ал өлерінде семіп, шіріп кетеді. Қатты, берік өлетін дүние, әлсіз, нәзік өмірді енді бастаған дүние. Сол себепті құдіретті жасақ жеңіске жете алмайды, ал берік ағаш өліп қалады. Күшті мен құдіреттіге қарағанда нәзік пен әлсіздің артықшылығы бар. Әдеттер адамға көп артықшылық бере алады. Дегенмен олардың теріс жағы, айналамыздағы өмір өзгеріп жатса да, біз әдеттер сызып берген ой мен әрекет шеңберінен шыға алмай қаламыз. Бұл жалғанда мәңгілік ештеңе жоқ. Уақыт өтеді, өмір өзгереді. Сол үшін оқтын өз-өзімізді тексеріп, әдеттер ескірді ме жоқ па деген сұраққа жауап іздеп тұрған абзал. Өзін-өзі тани алмау қауіпті у. Рефлексия мен талдауға уға қарсы дәрі. Түйін. Әдеттердің артықшылығы бізді ойланбай әрекет ететін дәрежеге жеткізеді. Кемшілігі болмашы қателіктерге назар аудармайтын халге жетеміз. Әдеттер мен мақсаты бар тәжірибені қосып, шеберлікті шыңдаймыз. Рефлексия және талдау не істеп жүргенімізді саналы түрде түсінуге көмектесетін процестер. Болмысқа бауыр басқан сайын өзімізді жетілдіру қиынға соғады.